Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын курник дайындайтын боламыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырын дайындау үшін кеңірек ыдысымызға айранымызды құямыз, оған содамызды қосып араластырамыз. Осы сәтте біздің содамыз айранмен реакцияға түсіп көпіршиді. Сонан соң оған бір жұмыртқамызды жарып салып араластырамыз. Сары майымызды микротолқынды пеште ерітіп аламыз және осы массамызға қосып тағы да араластырамыз. Сонан соң електен өткізілген ұнымызды қоса отырып қамыр елейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді осы қамырымызды бетін жауып 10 минутқа қоя тұрамыз. Ал біз салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бір бас пиязымызды жіңішкелеп турап шығамыз. Тауықтың төс етін көбек етіп турап шығамыз. Бір картобымызды ашып, оны да көбек етіп турап шығамыз. Пиязымызға тауықтың төс етін қосамыз, оған картобымызды қосып, өзіміздің қалауымыз бойынша дәмдеуіштерді қосамыз. Мен тұз және қара бұрышты қостым. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып дайындап аламыз. Қамырымызды теңдей екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін жұқалап жайып шығамыз. Жайған қамырымызды формамызға саламыз. Менде осындай 4 бұрышты форма. Егер қаласаңыздар, домалақ формаға салсаңыздар да болады. Сонан соң дәл ортасына әдемілеп осындай салмамызды салып шығамыз және бір тегіс етіп жаямыз. Беті сочный болу үшін сары майдан аздап осылай қойып шығамыз. Келесі қамырымызды дәл солай жайып, бетін жабамыз және жан-жағын жақсылап жапсырамыз. Қамырымыздың шет-шетін пышақпен кесіп шығамыз және де дәл видеодағыдай икстап жапсырамыз. Курнигіміздің дәл ортасын пышақтың көмегімен үлкенірек қылып кесеміз және бір жұмыртқаны жарып, бетіне жағып шығамыз. Қалған жұмыртқамызды осы тесіктің арасына құятын боламыз. Курнигімізді қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 40-45 минут пісіріп аламыз. Біздің курнигіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.